Сәлем достар, қалайсыздар? Мен бүгін осындай құймақ пісірдім. Барлығын көз мөлшерімен өлшеп салдым. Алдымен 2 жұмыртқаға көз мөлшерімен өлшеп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша шекер саламыз. Мына араластырып, кішкене шым-шым тұз салып жібереміз. Араластырып болғаннан кейін мен бірінші ұнды қою қылып араластырып аламын. Содан соң кейіннен сүт қоямын. Түйіршік болып қалмас үшін бірінші барлық ұнды салып, қою қылып араластырып аламын да, одан кейін сүт қосып отырып, жайлап араластырамыз. Разрыхителді онымен бірге саламыз. Осылай қою болады. Кішкене сүт құйып жібереміз. Қатты қою болып кетсе. Мен 2 бокал сүт құйдым. Соған лайықтап ұн салдым. 2 бокалға 50 мл сұйық май құйдым. Құймақтарымыз міне осындай болып пісіп шығады. Өте жұқа, жұмсақ.